Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Алдик Pro Code. Және біз бүгін Python курсымыздың 5-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз if-else шарт операторымен танысамыз. If-else шарт оператор дегеніміз, мысалы келтірсек, өмірде. Мысалы үшін біздің қарнымыз ашса, егер біздің қарнымыз ашса, біз тамақ ішеміз, немесе қарнымыз ашпаса, онда тамақ ішпейміз. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде шарт бар. Қарнымыз ашса тамақ ішеміз, немесе ішпейміз. Бұл деген шартты оператор өмірдегі. Ал енді программалауда дәл сондай. Егер бізде бір зат ақиқат болса, біз соны істейміз. Ақиқат болмаса, онда басқа қимыл істейміз. Деген сияқты. Кеттік достар. Жалпы if-else шартты операторын бастамас бұрын мен сіздерге алдын ала бір нәрсе көрсетейін. Жалпы Python'да немесе басқа да программалау тілдерінде бұл деген тип бар. Бұл дегеніміз ол біздің алдыңғы сабақтағы int, float сияқты типтердің бірі, бірақ оның қабылдайтын мәні true, ол ақиқат, немесе false, жалған. Яғни біздің ол көбінесе бұл еще шартты операторда көп қолданылады. Яғни true дегеніміз ақиқат, false дегеніміз ол жалған. Кеттік достар. Так, мысал үшін мынандай мысалдар қарастырайық. 10 үлкен 2. Қараңдар достар, мынау дегеніміз математикада көрген шығарсыздар, бұл салыстыру операторы деп аталады. Яғни біз қандайда бір сол жақтағы санды оң жақтағы санмен салыстырамыз. Яғни мынау үлкен немесе тең, мынау кіші немесе тең, мынау тең, мынау тең емес деген мағынада. Тең емес деген мағынада. Қараңыздар достар, жалпы бұларды не дейді? Салыстыру операторлар дейді. Бұл салыстыру операторларды көбінесе if-else шартты оператормен қолданылады. Енді қараймыз. Бұны егер орындасақ, қараңыздар. Біріншісі 10 үлкен ғой 2-ден. Үлкен, значит ақиқат, значит true. Мен бағана айттым ғой, 2 түрі болады. Жаңағы бұл типінде true және false. Яғни true болса ол ақиқат. 10 үлкен ғой 2-ден. Значит true, ол да ақиқат. Үлкен. Достар қараңыздар. Бұл не деген сөз? Бұл бірінші тексереді, үлкен ба? Егер үлкен болса, онда сразу true қайтарады. Если үлкен болмаса, онда ол сразу екіншісіне тексереді. Және тең болса егер, немесе ол үлкен болса, немесе тең болса. Екі жағдайды қарастырады. Егер ол үлкен болса true қайтарады, немесе тең болса true қайтарады. То есть біз қазір 10 десек те ол бізге true қайтарады. Көрдіңіздер ғой? Мынау дегеніміз дәл солай, бірақ қарама-қарсы кіші немесе тең. Бұл бізге false қайтарады, өйткені 2 үлкен бола алмайды оннан. 2 үлкен, 2 всегда кішкентай оннан. Енді теңдік деген не бар? Оператор. Бұл дегеніміз 10 тең ба 2-ге? Тең емес, значит false. Жалған деген сөз. 10 тең емес қой. Тең емес деген белгі. 10 тең емес қой 2-ден. Тең емес, значит true. Ақиқат. Көрдіңіздер ме достар? Бұл салыстыру операторлар деп аталады. Жалпы достар, if-else шарт операторын түсіну үшін біз мынаны білуіміз керек. Бірінші, бұл деген типті білу керек. Ол true және false деген мәнді қайтарады. Және екіншісі, салыстыру операторы, және үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең, тең емес, тең деген операторларды білуіміз қажет достар. Және үшінші, and және or деген логикалық операторларды білу керек. Қазір операторларды сабақтың соңына дейін мен көрсетемін не екен және түсіндіремін. Ал енді достар, біз салыстыру операторларын қарастырдық. Енді біз ары қарай if-else деген конструкциясымен танысайық. Жалпы if-else дегеніміз ол шартты оператор. Яғни қазір мен сіздерге жазайын мысал ретінде. Ал енді мына конструкцияға қарасаңыздар, бұл біздің if-else деген шартты оператордың қарапайым түрі. Яғни қарапайым, оның да күрделі түрлері бар, бірақ осы бірінші қарапайым түрін қарастырайық. Бұл не дегеніміз? Бұл if дегеніміз, ол қазақша аударсақ, егер мына сан
мына саннан үлкен болса, онда біз сол үлкен болғандықтан біз принтті орындаймыз. Немесе else деген немесе деген сөз. Немесе кері жағдайда, егер мына шартты қанағаттандырмаса, онда біз мына принтті орындаймыз деген сөз. Яғни біз қазір оны қосатын болсақ, 100 саны 90 саннан үлкен. Яғни біздің программа былай келді де, мына жерге келген кезде ол тексерді. Егер 190 үлкен болса, яғни біздің жағдайымызда ол үлкен, сондықтан мына блок орындалды. Print 100 саны 90 саннан үлкен деген. Егер біз былай жазсақ, онда біз қазір орындаған кезде программа келетті, мұнда тексереді. Егер 100 саны 90 саннан кіші болса, яғни ол қанағаттандырмайды, дұрыс емес, онда ол мынаған кірмейді, сәйкесінше өтіп кетеді бұл жерден, и мынаған келеді. Else деген, егер мынау орындалмаса, орындалатын блок else. То есть ол мынаған келеді да, қанағаттандырмайды, тұрады да секіріп кетеді, мына жерге келеді. Осы жерден принтті шығарады. 100 саны 90 саннан кіші. Енді запускать етіп көрсек, 100 саны 90 саннан кіші. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл дегеніміз, бұл компьютерге, программаға бізге екі шарт беріп тұр. Сен егер біз мынандай шарт береміз компьютерге. Егер мынау қанағаттандырса, онда осымен кет. Қанағаттандырмас, онда мынаған кірме. Былай секірді, хоп деп мына else-ға келіп көрсет дейді. Яғни біз бұл жерде енді принт қана емес, мысалы үшін көп нәрсе жазуға болады да. Принт қана емес, бұл жерде бүкіл өзіне керекті, қажетті операциялар жасауға болады. Мен мысал ретінде 21, мысалы азайту 1 дей салайық. Мысал үшін. Мұнда онда етіп жазсалайық. 21 қосу дей салайық. Енді орындалған кезде бізде төменгісі орындайды, сөзі 22 деген сан шығады. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде бәрібір осылай керек затыңызды бет созып жаза бересіз ары қарай. Бірақ айта кететін жайт, бұл жерде сіздер тура осындай неде жазу керек форматта. Көрдіңіздер ме? Былай жазуға болмайды бұны. Немесе былай жазуға болмайды. Көрдіңіздер ме? Бұны міндетті түрде біз осындай жерге апарамыз. Көрдіңіздер ме? Арасы қандай? Бір жаңа абзац дейді ғой, сол сияқты бір нені қалдырамыз. Пробел. Біреу емес, 4 пробел ғой. Егер сіздер пробел деген білесіздер ғой, пробел, соны 4 рет бассаңыздар, 5 рет 5 рет бас 4 немесе 5 рет басыңыздар, ол сол кезде істейді. Былай жазсаңыздар, ол сіздерге қате шығарады, қараңыздар. Мен былай шығарайын. Үшін ол бізге айтып тұр. Мынау дұрыс емес дейді, бұл былай жазуға болмайды дейді. Сондықтан біз былай 1, 2, 3, немесе 4-теу дұрыс, 4-теу. Жаттап алыңыздар, 4 пробел, 1 пробел, 2 пробел, 3 пробел, 4 пробел. Енді былай орындасаңыз, шығып тұр, көрдіңіздер ме? Бұл if else деген қарапайым конструкция. Давайте енді біз бетейік. Бір мысал тезірек қарастырайық. Ақша туралы магазинде сіз мысалы мынандай мысал ретінде келтіруге болады түсіну үшін. Сізді магазинге жіберді бір нан алып келуге. Сіздің қалтаңыздағы ақшаға байланысты сіздің магазинден нанды ала аласыз ба, ала алмайсыз ба деген есепті қарастырайық. Былайша айтқанда қарапайым. Мысалы ақша дейік. Алдындағы көрсеткенде input функциясы және оны шыққан санды біз intке айландырып жібереміз, яғни санға. Оны арғы есептеу үшін қалтадағы ақша дейік. Және екінші айнымалы, бірінші айнымалы, екінші айнымалы нанның ақшасы, нан бағасы. Нанның бағасы. Міне көрдіңіздер ғой, бізде қалтадағы ақша және нанның бағасын екі айнымалы болады бұл жерде. Сіздерге сол қанша ақшаларыңызға байланысты ала аласыз ба, ала алмайсыз ба шешеміз.
мысалы ақша дейік, мына айнымалыны былай тексерейік. Егер сіздің қалтаңызда ақшаңыз үлкен немесе тең болса, яғни ақшаңыз көп болып немесе тура сол теңдей ақшаңыз болса, онда сіз нанды ала аласыз. Немесе нанды алмайсыз. Алып тастасаңдар да болады. Бұл керек емес қазіргі жағдайда. Енді орындасақ, бізге қалтадағы ақша, мысалы біздің қалтамызда 100 теңге болсын. Ал нанның бағасы мысалы үшін 80 теңге болсын. Нанды аламыз дейді. Өйткені біздің ақшамыз нанның бағасынан үлкен немесе үлкен. Бірінші шартымыз орындалды. Екінші немесе тең. Егер біз былай жасасақ, біздің қалтамыздағы ақша 100 теңге болсын, магазиндегі тоже 100 теңге болсын, ровно тоже аламыз. Көрдіңіздер ме? Ал егер наоборот, қалтамызда ақшамыз 100 теңге болып, анау 120 теңге болса магазинде, ақша жетпейді. Осындай кездерде, мысалы, жалпы if, else, if шарт конструкциясын көбінесе осындай ертең программа үлкен проекттер жасаған кезде осындай жерлерге қолданасыз. Мысалы үшін қандай да бір заттарды шартқа байланысты тексеріп, соны орындау деген сияқты сондай мотивтегі жұмыстарға қолданасыз. Енді ары қарай кетсек, бұл қарапайым түрі. Тағы бір түрі бар оның. Қосымша, бұны әрине міндетті түрде қолдану қажет емес, керек кезде қолданасыздар. If деген нәрсе бар. Түсіндірем ол не екен. Бүйтейік. If деген мен сіздерге сразу мысалмен көрсетейін. Маған кішкене келмей тұр екен. Мынандай мысал қарастырайық. Біз өзіміз және біздің мысалы бір досымыз бар. Екеуміздің жасымыз салыстырғанда, егер ол досымыздың жасы бізден кіші болса, біз кіші шығарамыз, үлкен болса, үлкен шығарамыз, жасты болса, онда жасты деп шығарамыз. Ал енді қараңыздар, достар. If деген нәрсе бар, қосылды. Байқадыңыздар ғой? If деген нәрсе. If дегеніміз, ол мыналарға қосымша ретінде келеді. Яғни бұл міндетті түрде осылай жазу қажет емес. Бұны жазбай қойсаңыздар да болады. Былай істей береді, көрдіңіздер ғой? Немесе мына else-ді негізі жазбай қойсаңыздар да болады. Жалпы мысалы былай алып тастап, былай ғана жазсаңыз да болады. Бұл қате емес. Айтып қойайын. If дегеніміз ол if сияқты, то есть тоже қосымша, былайша айтқанда қосымша шарт. Яғни былай тексереміз. Егер менің жасым досым жасынан үлкен болса, онда мен шығарам. Немесе егер бұл. Бұл мынау мысалы жай немесе ғой, керісін немесе, мысалы кер жағдайда, мынау немесе егер деген. Яғни немесе егер олар біз екеуміз жасты болсақ, ал кері жағдайда егер екеуі де қанағаттандырмаса, онда осыны шығар деп. Бұл шарт екеуі қанағаттандырмайтын кезде шығатын зат. Яғни егер мен жасым үлкен болса, немесе егер, немесе, көрдің? Else if деген қысқа түрі, if деген. Немесе егер досым жасына тең болса, онда шығар. Вообще екеуі де сәйкес келмесе, егер екі конструкцияда, онда мына шартқа келіп тұр. Енді қарастырайық. Давайте мынаны мен алып тастай салайын. Жарайды қазір. Так. Давайте мынаны жаза салайық тез-тез. Менің жасым мысалы 23-те болсын, досым мысалы үшін тоже 23-те болсын. Жастымыз деген, көрдіңіздер ме? Бұл программа мұнда келген кезде, ол бірінші тексереді, менің жасым не? И досым жасы. Мен жасым 23 болса, досым жасы 23 болса, бірақ 23-тен үлкен болмайды, дұрыс қой? Болмайды. Сондықтан ол мына жақтан шығып кетеді, фук деп мына elif'ке келеді. Мынаған кірмейді. Ол шығып кетеді, былай elif'ке келеді. И мына екеуін тексереді. Егер мен жасым досым жасына тең болса, онда қанағаттандырады ғой, дұрыс true қайтарады. Сөйтіп тұрады да мынаған кіреді. Біз жастымыз дейді. Ал егер біздің жасымыз үлкен болса, біз мынаған кіреміз. Егер біздің жасымыз
жасымыз да үлкен болмай, досымыздың немесе біз жерде досымыз үлкен болса, мен үлкен болмай, екеуміз жасты болмасақ, онда ол автоматты түрде мынаған келеді. Мен кішімін, досым үлкен деген сөз ғой. Көрдіңіздер ғой? Түсінген болған шығарсыздар. Ал енді достар, AND және OR операторлар дегеніміз не? Ол дегеніміз қазір мысал ретінде көрсетейін. Мысалы бізде осы программамыз бар ғой, біз жазған. Оны біз күрделендірейік. Мысал үшін алдыңғы сабақта көрсеткендей bool деген айнымалымыз түрі бар. Ол дегеніміз true немесе false, жалған немесе ақиқат деген мәні бар. Соны қолданайық. Мысал үшін біз магазин ашық. Магазин ашық деген айнымалы бар дейік. Ол бізде басында true болсын. True дегеніміз, ол дегеніміз ашық деген сөз. Магазин ашық па? Иә, ашық. True дегеніміз иә, ашық. Ал егер false болса, магазин ашық па? Жоқ, ашық емес, жабық магазин. Вот сондай мағынада. Жалпы true деп айтайық. True деп қойсақ, енді кеттік. Мысал үшін бізде мынандай бір алдымызда қойылған тапсырма болсын. Бізге осы жаңағы мынау ақша, осы шартпен және тағы қосымша шарт тексеру керек болса, мысалы магазин ашық па, жабық па, онда біз былай жаза аламыз. AND магазин көрдіңіздер ма? Бұл жерде AND дегеніміз, ол бізге осы if деген шартты операторда бірақ шарт қана емес, күрделі екі немесе одан да көп шексіз шартты қоюға мүмкіндік береді. Мүмкіндік беретін, былайша айтқанда, көмекші болып тұр ғой конструкция. Яғни бұл жерде бізде ақшамыз нанның бағасынан көп болса, көп немесе тең болса, және де AND деген ол және деген сөз. Яғни егер мынау орындалып, мынау орындалмаса, онда біздің программамыз мынаған кірмейді. Және деген сөз ол мына екеуі міндетті түрде орындалу қажет. Сол кезде біз мына блокқа өте аламыз. Ал егер екеуінің біреусі орындалмаса, онда біз мына блокқа өте алмаймыз. Онда біз else-қа өтіп кетеміз. Өйткені ол қанағаттандырмайды мына шартты. Else-қа өтіп, ары қарай мына ақша жетпейді деген нені бізге көрсетеді, нәтижені. Ал енді мысалы кетті, көрдіңіздер ғой AND. Егер біз мына жерге OR десек, OR дегеніміз, айттым ғой, екеу бар, AND және OR деген. OR-ды жазсақ, онда біз AND сияқты емес, немесе деген сөзіне OR, немесе. Яғни мына шартты операторда екеуінің біреусі орындалса болды. Яғни бұл міндетті түрде ол екеуі орындалу мақсат емес. Міндетті емес. Бұл жерде біреусі немесе нанның бағасы орындалу керек, немесе магазин ашық. Яғни немесе біздің ақшамыз егер жетсе, онда ол өтіп кетеді сразу. Қарамайды, магазин ашық па, жабық па, магазин жабық болса да өтіп кете береді. Өйткені бұл жерде OR деп тұр. Ал егер AND болса, онда ол міндетті түрде екеуін қанағаттандыру қажет. Сонда ғана ол кіре алады мынаның ішіне. Түсіндік қой? Енді көрейік. Мысал үшін, қазір бізде true дедік, яғни ол ашық, және мынауымыз мынаған тең болып тұр. Көрдіңіз бе? True тең true, ол true болады. Ал егер true тең false болса, онда false болып кетеді. Өйткені false-тың несі мықтырақ. Енді көрейік, давайте. Қалтамыздағы ақша, мысал үшін, біз 100 теңге дейік, ал нанның бағасы 80 теңге дейік. Нанды аламыз, көрдіңіз бе? Нанды аламыз деп тұр. Біз қалтамыздағы ақша 100 теңге болып, нанның бағасы 80 теңге болды. Значит, 180-нен үлкен. Және бізде автомат түрде AND тексеріледі сразу же. Магазин ашық па? Магазин ашық дедік біз. Значит, нанды аламыз. Ал егер, мысал үшін біз бүйтіп жазсақ, бізде ақшамыз 50 теңге,
нанның ақшасы 80 теңге болса, бізде бұл орындалмайды. Яғни біз ақша жетпейді деп кетіп қаламыз. Көрдіңіздер ме? Бұл жерге магазин ашық емесіне қарамайды. Бәрібір бірінші шарт орындалмады ма, болды, қарамайды. Бәрібір оған пофиг, өтіп кетеді else-ға. Оған қызық емес. End деген сол, ол бүкіл оң жақ сол жақта тұрған бүкіл нені шартты орындалғанын міндетті түрде орындалу керек. Ал or болса, мысалы үшін or запуск жасасақ, мысалы ақшамыз жетпей қалды дейік, мейлі, мысалы ақшамыз 50 теңге, 80 теңге нан болсын, ол өтіп кете береді, нанды ала береміз дейді. Көріңіздер. Ол нанды аламыз деп тұр, көрдіңіздер ме? Ол бәрібір шара береді. Яғни ақшамыз жетпей жатса да бәрібір оған главное ашық, екеуінің біреу орындалса болды. Or деген сол. Ал достар, түсіндік. Енді ары қарай так, және айтып кетейін, ұмытып баратырмын. If, else деген бар ғой. Else-ті тек бір рет жаза аласыз, осылай else деп былай жаза алмайсыз. Мысалы үшін 2 рет жаза алмайсыз. Бүйтіп ше? 2 рет былай жаза алмайсыз, болмайды. Else деген бір рет жазылады. If пен if ол бәрібір оған шексіз жазыла береді, бүйтіп ше? Жазыла береді шексіз. Яғни бұны if те сондай. Шексіз. Көрдіңіздер ме? Бұл не деген сөз? Бұл деген жалпы шарт көп болуы мүмкін ғой, дұрыс қой, енді шарттар көп болады, мысалы менікі қарапайым ғой негізі. Болашақта жұмыс істесеңіздер, шарттар өте көп болады. Соның бәрін жаза беру үшін арнайы жасалған. Ал else деген ол егер ешқайсысы келмесе, онда бұл по умолчанию дейді, орысша по умолчанию болатын зат. Яғни мыналардың ешқайсысы орындалмаса, мынау болады сол үшін. Енді жалпы негізі айтайын сіздерге, if даже былай істесеңіздер де бола береді. If-ті қолданбай-ақ, бүкіл if-тарды қана қолдана берсеңіздер де болады, мысалы үшін, оның бәрібір. Так. Ал енді достар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгін біз қызықты if жәнегі шартты оператормен таныстық. Келесі сабақта біз практикалық сабақ болады. Ол практикалық сабақта біз өзіміздің кәдімгідей программамызды жасап шығамыз, кәдімгідей программамызды. Осы өткен тақырыптардың бәрін қолданып, калькулятор және тағы бір ойын жасап шығамыз, ойын, квест. Ал енді кездескенше, бұл сабақ сіздерге ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар каналыма тіркеліп. Ал жақсы, бәріне сәттілік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.